Бүгінгі видеода мен өз бұрынғы суреттерімді көруді жалғастыратын боламын. Және де міне менде осыншама дәптерлер, блокноттар бар. Және де бүгінгі видеода қазір көретін боламыз осы суреттерді. Давайте бірінші мынадан бастайық. Бұл дәптердің сыртын өзім жасаған болатын. Көрініп тұрған шығар, да? Шортында осындай. Мында почему-то мен керісінде жазып қойыппын. Білмеймін неге. Ладно, ішін көрейік. Мында жазып тұр, дәптер, сурет салуға арналған деп жазып тұр. Және де ішін көрейік. Және де бірінші сурет осындай, girl деп жазып тұр мында. Және де, осындай простой сурет. Және де келесі бізде осындай сурет. Happy Princess. Короче, мында принцессалар түрлі. Вот. Және де келесі сурет. Бұл осындай подружки деген сурет. Да. Келесі бізде осындай сурет. Осындай тамблер сурет. Және де келесі сурет бізде. Тоже тура сондай, бірақ басқа түсті киімде и вообще басқа түсте салынған сурет. Және де келесі сурет бұл мұнда әртүрлі тәттілер, пончик, торт, және де тағы да басқа тәттілер салған болатынмын. Вот. Көреріңізге болады. Және де келесі сурет бұл осындай қыз, түрі өте қорқынышты. Қарайтыңыздар. Осындай. Және де осындай сурет мысық. Осындай типа кавай, мимишный мысық. Вот, көреріңізге болады. Келесі осындай қыз. Просто селфиға түсіп тұрған қыз. Және артында осындай қазақ киімдегі қыз. Және де келесі сурет. Бұл осындай ваза гүлдермен. Және де аңа қырғыз сурет. Просто мұнда не атым жазылған. Және де осылай әдемі. Әдемі осылай безендірілген. Және де осымен мен дәптерім аяқталады. Ол осы 5-ші класстағы дәптерім. Және де келесі дәптер ол осындай. Мұнда вообще беттер өте аз. Көрейік. Жазғы сурет альбом дейді. И мұнда мен, короче, осы күндер жазғанмын. Мысалы, 1-ші маусым, 2-ші маусым. Және де сол күндері салатын сурет салдым. Және де угадайте, мен салынды бұл суреттерді? Жоқ. Мен жарты нәрселерді бүкілін ұмытып кеттім. Және де вообще салған жоқпын. Бірінші сурет осындай. Типа 3D сурет. Қандай орамал? Сор. Және де бірінші сурет бұл дәптердегі. Бұл осындай сурет. Типа 3D сурет. Осындай. Және мына жерге қыз тұр. Келесі сурет. Осындай покемон. Қараңыздар. Өте күшті деп ойлаймын. Сүйкімді покемончик. Және де келесі осындай. Бұл типа кейіпкерлер, типа мультфильм кейіпкерлеріне ұқсайды. Өзім ойлап тапқан. Вот мынау бота көз дейді. Мынау Аружан дейді. Мынау Амина дейді. А мынау Айша дейді. Вот, көреріңізге болады. Сіздерге қайсысы ұнайды? Да, короче, типа айнада түсірілген сурет. Осындай. Келесі осындай сурет. Селфи. Что какой-то осындай сурет, тоже селфи.
Бұл типа смайликтер. Типа смайликтерін беттен жоқ қойған. Фотода сөйтіп істенген. Мында какой-то бір ол тілін көрсетіп тұр. Вот. Осындай сурет. Еще осындай единорог салған болатынмын. Және келесі сурет осындай радуга сурет. Келесі осындай сурет гүлдермен. Короче, мен картошканы осындай форма жасадым, кесіп алдым. Және осындай гүлдер салған болатынмын. Осымен дәптер бітті. Келесі ол осындай блокнот. Бұл негізі сурет дәптер емес, бірақ мұнда сурет бар, 3-4 сурет бар. Және оны сіздерге көрсеткім келеді. Енді бірінші сурет ол осындай подружки дейді. Мен бұрында, ВКонтактеда әртүрлі қыздарға арналған группаларды көретінмін, және осындай картинкалар мен группаларды көретінмін, және салатынмын осындай. Вот. Және мне еще суреттер. Мына тоже подружки сурет ВКонтактеден алынған. Және де осындай сурет қыз. Еще осындай сурет қыз. Ал енді келесі дәптерге көшейік. Бұл да тоже сурет дәптер емес, бірақ анда суреттер бар көрсететін. Және қараңыздар обложкасын қандай күшті қылып жасаған. Да, біраз алынып жатыр, конечно. Не важно, өте әдемі жасалған деп ойлаймын. Бірінші сурет осындай. Қыз, мына жерде қыз фея болғысы келеді. Мен жерде жазып тұр, мечтать не вредно деп. Опять подружки, опять best friends деген сурет, Келесі сурет осындай. I love music деп жазылып тұр. И осындай қыз музыка тыңдап тұрған. И осындай сурет қош бол жаз, сәлем мектеп. И мында қыз мусорға лақтырып жатыр өз телефонын. Келесі осындай сурет. Тоже ВКонтактеден алынған. Люблю кеды, ВК, кавай, сериалы и обнимашки. Вот осындай сурет. Мында панда болу керек болған. Бірақ мына жерде салған жоқпын. Білмеймін неге. Осындай, сурет. Және бұл дәптерде суреттер бітті. Және келесі дәптерге көшейік. Ол осындай дәптер. Және ішін көрейік. Және бірінші сурет осындай сурет. Мұнда уже суретті жақсырақ сала бастаған кез біраз болсын. Анда уже бұрынғы, так себе. Мұнда уже прям жақсырақ салынған. Вот осындай сурет. Және келесі осындай аниме сурет. Келесі осындай қыз просто. Келесі беттер бұл мультфильм кейіпкерлері. Мынау екеуі аттарын білмеймін, вообще-то білем. Мынау аты Джейк. Мынау принцесса Пупырка. Мынау, время приключениядағы персонаждар. Мынау Симпсоныдағы кейіпкер. Аты Лиза, кажется. Так, вот, осындай персонаждар. Және келесі осындай миньон. Почему-то мында странный миньон деп жазып қойыппын. Және мында Мейбл, Грейт Фоллстағы. Вот. Бұл мен сүйікті суреттердің бірі шығар. Бұл осындай сурет, әртүрлі смайликтермен. Бұл суретті мен өте ұзақ салған болатынмын, өте тіпті сабақта да салатынмын, көбінесе сабақта салатынмын. Осындай сурет. Өте көп уақытым кетті бұл суретке. Және маған, в принципе, ұнайды. Келесі бет тоже мультфильм кейіпкерлері. Және мында My Little Pony'дағы кейіпкерлер. Мынау Искорка,
мынау Флаттершай. Бұл мультфильм көріп көрген емеспін, просто салынып кетті, және мен салдым. Келесі бұл Диппер Гравити Фолстағы, және де Патрик. Осындай. Келесі бет. Ол осындай аниме сурет. Бұл мен ең бірінші салған аниме суретім. Және маған принципе ұнайды бұл сурет. Өте күшті салған. Вот. Да какой-то бір рандомный суреттер салған болатынмын. В принципе маңызды емес, білуіңізге болады сөйлемем. Және де ары қарай мен әртүрлі танымал блогерлер, әртүрлі танымал адамдардың сурет салған болатынмын. Және де бірінші сурет бұл Брайан Мапс, әрине де. Бұл мен бірінші салған портретім деуге болады. Сондықтан қатты ұқсамайды. Вообще ұқсамайды деуге болады. Келесі сурет бұл Анастасис. Вот. Және келесі сурет Диля на Луне. Тоже блогер. Вот осындай. Бұл мен сүйікті блогерлерім деуге болады. Келесі Билли Айлиш. Бұрында бұл сурет маған өте бір күшті, өте бір әдемі деп ойлайтынмын. Но қазір қарасам, какой-то бір не очень сияқты бұл сурет. Қалай сіздерге күшті ма? В принципе, нормально. Но қазірмен салыстырса, өте не очень деуге болады. Келесі блогер ол Мария Вэй суреті. Блин, мен никогда бұл блогердің видеоларын көріп көрген емеспін. Но почему-то мен салдым, білмеймін. Просто неге салмасқа. Келесі бұл Катя Адушкина. Вот. Келесі бұл Настя Ивлеева. Көріңізге болады. Бұл Ариана Гранде. Осындай сурет. Бұл бізде Катя Клэптің суреті. Бұл болса Димаш Құдайбергенов. Почему-то мен слишком арық сияқты. Короче, бүкіл суреттер не очень. В принципе, пойдет. Но не очень. Мне осымен бұл барлық суреттер болатын. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.